40 жас дегеніміз бұл тек сыртқы келбет туралы ғана емес, сонымен қатар нақты денсаулықты қалай сақтау керектігі туралы ойлана бастайтын уақыт болып табылады. Дәл осы жаста дене жаңа қиындықтарға тап болады. Сүйек тінінің әлсіреуі, энергияны тұтынудың төмендеуі, тері мен шаштың, сондай-ақ шеміршектің нашарлауы, қысым жоғарылауы, ұйқының бұзылуы сияқты денедегі өзгерістер әйелдерге де, ерлерге де қатысты болып табылады. Әйел денесі менопаузаға дейін дайындалады, ал еркектер тез түрде тестостеронды, күш пен төзімділікті жоғалтады. Тепе-теңдікті сақтау қиындай түседі, және дәрумендер тапшылығы айтарлықтай артуы мүмкін. Бұл жағдайда не істеу керек? Қандай дәрумендер ағзаға, жасқа байланысты өзгерістерге бейімделуге, жастық пен күшті сақтауға көмектеседі? Арнаны ауыстырмаңыздар. Осы бейнені толық қарайтын болсаңыздар, сіздер 40 жастан кейін ерлер мен әйелдерге қандай 3 дәрумен аса қажет екендігін біліп қана қоймайсыз. Сондай-ақ жетіспеушілік белгілерін де және осы дәрумендер қандай тағамдарда болатыны жайлы білетін боласыздар. Бастамас бұрын мен сіздерден арнаға жазылуды және қоңырауды басуды сұрағым келеді. Жазылу батырмасын сіз тіркелдіңізге айналатындай етіп жасаңыздар. Алдын ала рахмет. Сонымен кеттік. Ең алдымен ағзаға диеталық дәрумендердің жеткілікті мөлшері бар жоғы туралы ойлану керек. 40 жастан кейінгі 3 негізгі дәрумен. Бірінші, Д дәрумені. Белсенді күннің аздығына байланысты ТМД елдерінің бүкіл халқы үшін ең тапшы дәрумендердің бірі болып табылады. Бұрын Д дәрумені жетіспеушілігін толтыру үшін күніне 15 минут күн сәулесінде болу жеткілікті деп есептеліп келген. Бұл егер рахит болмаса, онда ештеңе істеудің қажеті жоқ. Бірақ қазіргі зерттеулер мұны жоққа шығарады. Дәруменнің жетіспеушілігін неге бір жерден алу керектігін түсіну үшін, оның біздің денемізде қалай өндірілетінін түсініп алу керек. Теріге түсетін күннің бета сәулеленуі холестериннен Д дәруменінің өндірілуіне ықпал етеді. Содан кейін бұл дәрумен бауыр мен бүйректе белсендіріліп, сол жерден оған қажет тіндермен әрекеттесе бастайды. Бірақ ол күні бойы белсенді емес. Д дәрумен синтездеу үшін сәулелердің белгілі бір бұрышы қажет, және ол наурыз бен қазан айлары аралығында күндізгі сағат 12-ден 15-ке дейін болып тұрады. Күн сәулесінің қолайлы бұрышын қарапайым ереже бойынша анықтауға болады. Д дәрумені көлеңкеңіз сіздің бойыңызға қарағанда қысқа болған кезде шығарылады. Мен өзімнің ақшыл теріммен күннің астында жатсам, күйіп қалу мүмкін деп айта аламын. Егер мен түстен кейінгі ыстықта күн сәулесін түсірсем, мен дәруменді жақсы жинаймын. Сонымен қатар солтүстік кеңдіктердің тұрғындары үшін қыста күн сәулесімен Д дәруменінің қажетті мөлшерін алу мүмкін еместігін растайтын зерттеулер бар. Сонда не істеу керек? Тапшылықты өнімдермен және дәрумендік кешендермен толықтырыңыз. Енді мен Д дәруменінің 40 жастан асқан адамдарға неге соншалықты қажет екендігін түсіндіріп кетемін. Ол кальцийді сүйек тініне енгізуге жауапты болып табылады. Жасы ұлғайған сайын сүйектер сынғыш болады. Әсіресе бұл менопаузаға дейінгі кезеңге біртіндеп енетін әйелдерге қатысты. Яғни 45-50 жасқа жақын болғанда. Ол кезде кальций денеден толық жуылып кетіп отырады. Ал егер кальцийге бай тағамдар көп болса, онда сіз буындарда және басқа тіндерде кальцийдің жиналу қаупін тудырасыз. Бұған жол бермеу үшін диетаға Д дәруменін қосыңыз. Бұл кальцийдің сүйектерге енуіне ықпал етеді. Оның жеткілікті деңгейі ер адамдар үшін де өте маңызды. Өйткені ғалымдар оның жетіспеушілігін либидоның төмендеуімен және тестостерон деңгейінің де төмендеуімен байланыстырады. Потенциямен жиі кездесетін жасқа байланысты проблемалар аясында репродуктивті жүйенің денсаулығына мұқият қарау керек. Сонымен қатар Д дәрумені 40 жасқа дейін жиі сәтсіздікке ұшырайтын жүрек қан-тамыр жүйесінің күйіне тікелей әсер етеді. Қысым және кеуде ауруы пайда болады. Д дәруменінің жетіспеушілігі бірнеше белгілер арқылы анықтауға болады. Остеопороз, тырнақтардың, шаштардың және тістердің жағдайының нашарлауы, энергияның төмен деңгейі, иммунитеттің нашарлауы, жиі суық тию және күштің төмендеуі болып келеді. Белсенді салмақ қосу және метаболизмнің баяулауы. Ал бұл сіздерді тексерістен өтуге итермелейтін себептер болып келеді. Бірақ Д дәрумені қандай тағамдарда болуы мүмкін? Мен мәзірге осыларды қосуды ұсынамын. Майлы балық сорттары, скумбрия, майшабақ, тунец және лосось, әсіресе жабайы түрлері, және тауық жұмыртқасының сарысы. Сонымен қатар саңырауқұлақтардың кейбір түрлері де бар. Түлкі саңырауқұлағы, шиитаке және майтаке.
Осы өнімдерден тағам дайындағанда және қоспалар түрінде қабылдаған кезде Д дәруменінің майда еритінін есте ұстаған жөн. Жалпы оны ұйықтар алдында емес, күндіз қабылдаған дұрыс. Өйткені ол ұйқы гормонының, мелатониннің өндірісін төмендетуі мүмкін. Магний мен К дәруменімен бірге болады. Екіншісі, Е дәрумені. Бұл антиоксидант. Ол жасуша мембранасын қорғайды, қатерлі ісіктің пайда болуына және жасқа байланысты өзгерістердің көрінуіне жол бермейді. Жалпы Е дәрумені жастық дәрумені деп аталады. Бұл жасушаларды бос радикалдардан қорғайтын ең күшті табиғи антиоксидант. Неліктен бұл өте маңызды екендігін қазір түсіндіремін. Уақыт өте келе денеде бос радикалдар жиналады. Олар оксиданттар немесе тотықтырғыштар деп аталып келеді. Олар химиялық белсенді, яғни олар барлық жасушалармен байланысты орнатуға тырысады. Олардан электрондарын тартып алады. Ал бұл дене тіндеріне пайдалы ма? Әрине жоқ. Өзінің электронын беруге кімге ұнайды? Айтпақшы, бұл процесс тотығу деп аталады. Жасуша қабығы мен мембрана зақымдалады. Соның салдарынан жасуша ылғалды жоғалта бастайды. Тез қартаяды, ыдырайды және тіпті мутацияға ұшырайды, яғни ісікке айналады. Е дәрумені эритроциттердің өндірісін қолдайды, тамырлардың қабырғаларын нығайтады, оларды серпімдетеді, қанның ұюына және буындардың қозғалтқыштығына әсер етеді. Ал мұның бәрі 40 жастан кейін өте маңызды. Әйелдер Е дәруменінің терінің жас және сау көрінісін сақтау қабілетін бағалайтыны сөзсіз. Ал ер адамдар үшін оның сперматозоидтар өндірісін қолдау қабілеті маңызды болып келеді. Е дәруменінің жетіспеушілігін қандай белгілерімен анықтауға болады? Бұлшықет әлсіздігі, шаршау және ашуланшақтық, бедеулік, терінің, шаштың, тырнақтың нашар көрінісі, көз астындағы шеңберлер, жаралардың ұзақ уақыт емделуі, шаштың түсуі, аяқтың және шынтақтың мозольды терісі. Е дәруменінің тапшылығын өнімдердің көмегімен толықтыруға болады. Оларға мыналар бай: күнбағыс және асқабақ тұқымдары, бадам, фундук, фисташка және қарағай жаңғағы, бұршақ, облепиха, рябина және итмұрын, ақжелкен және басқа да шөптер, қырыққабаттар, авокадо, зәйтүн және басқа да майдың түрлері, брокколи, тауық жұмыртқасы. Сонымен қатар Е дәруменімен бірге А және С дәруменін қабылдауға болады. Үшіншісі, С дәрумені. Бұл тағы да бір антиоксидант және иммунитетті қорғаушы. Бізге аскорбин қышқылы ретінде таныс. Бос радикалдармен күресуден басқа С дәрумені сүйек пен дәнекер тіндердің регенерациясы үшін белсенділік көрсетеді. Метаболикалық процестерге және ақуыз синтезіне, соның ішінде коллаген өндірісіне қатысады. Тамырларды нығайтады және иммундық қорғаныстың жоғары деңгейін сақтайды. Бұл дәрумен өте кең таралған болса да, оның жетіспеушілігі әлі де жиі кездеседі. С дәрумені тұрақсыз, кез келген термиялық өңдеу, ұзақ сақтау оның құрамы мен әрекеттілігін қатты бұзады. С дәруменінің жетіспеушілігін қандай белгілерден білуге болады? Қызыл иектің қан кетуі және жараның баяу жазылуы, құрғақ тері, шаршау және депрессиялық жағдай. С дәруменінің жеткілікті мөлшерін қамтамасыз ету үшін мәзірге нені қосу керек? Олар мыналарда бай: итмұрын мен облепиха отвары, болгар бұрышы, қарақат, лимон және басқа цитрустар, киви, ақжелкен, түсті брусель мен қызыл қырыққабат. Ал сіз 40 жастан кейін ағзаға қандай дәрумендер қажет деп ойлайсыз? Комментарийде өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіздер. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.